Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Дәл қазір мына естің арғы жағында Оңтүстік Корея елінде жүрген Қазақстан азаматтарына керемет жаңалық болып жатыр. Ендеше барлығын бірге көрейік. Оңтүстік Кореяда халықаралық ақша аударымдарын жасайтын компаниялар бар. Әр компанияның қызметтік төлем ақысы әртүрлі. Солардың ішінде Ханпас компаниясы тек қана қазақстандықтар үшін 1 қазаннан 31 қазанға дейін бір ай бойы аударылған ақшаларға ешқандай қызметтік төлем ақы алмайтындығын хабарлайды. ТМД елдерінің бас маманы болған Ұлықбек Азимов Ханпас бағдарламасын қолдану үшін жеке басыңызды анықтайтын халықаралық төлқұжатыңыз болса, соның өзі жеткілікті екендігін айтады. В данное время для того, чтобы стать клиентом Ханпас, нужен только один документ, который удостоверяет личность. Паспорт или ID. ID-карта иностранца. Компанияда 15 түрлі аудармашылар бар. Олар өз тілдерінен бөлек ағылшын, кәріс тілдерін жетік меңгерген. Ханпас қолданушыларынан келген қоңырауларға 12 сағат бойы жауап беретіндер де осылар. Ханпас бағдарламасын тез әрі оңай жүктеп алғыңыз келсе, дәл қазір экранда көрсетілген нөмерге WhatsApp желісі арқылы жазыңыз. Егер де осы бағдарламаны жүктеу кезінде сізде қандай да бір сұрақ туындайтын болса, сабырлы да сымбатты қарындасымыз Хурлима сіздерге 12 сағат бойы қазақ тілінде қызмет көрсететін болады. Сәлеметсіз бе, Ханпас компаниясы, мен сізге қандай көмек көрсете аламын? Ханпас бағдарламасын жүктеу кезінде отандастарымызда қандай да бір қиындықтар болатын болса, мен Хурлиман сіздерге 12 сағат бойы жәрдем көрсетуге дайынмын. Қазақстан мен Корея арасында екі мемлекет достық қарым-қатынасы жоғары деген Юнапарк басында шетел азаматтарымен жұмыс істеу қиын болғанын айтады. 저희 한패스는요 2017년부터 서비스를 준비를 했고 біз 2017 жылдан бастап өз жұмысымызды бастадық. Алғашында бізде бар болғаны 4-ақ мемлекет болды: Камбоджа, Филиппин, Непал, Индонезия. Шетел азаматтарымен жұмыс істей алатындығымызға көзіміз жеткен соң, ТМД елдерімен де достығымыз артты. Қазіргі таңда 196 мемлекетпен жұмыс істеп келеміз. Шетел азаматтарымен жұмыс істеу басында біз үшін қиын болғаны рас. Жаңа қызмет құру, жаңа нарыққа шығу, жаңа әлемде бұрын соңды болмаған қызметті енгізу біз үшін өте қызықты болды. Қазір ТМД елдермен достығымыз мықты. Корея мен Қазақстан арасында қарым-қатынас жақсы және болашақта екі мемлекет арасында белсенді алмасулар болады деп сенеміз. Біздің Ханпас бағдарламасына сіз кез келген уақытта, кез келген жерде тіркеле аласыз. Егер сізде тіркелу кезінде қандай да бір қиындықтар туындаса, біздің байланыс орталығына хабарласуыңызға болады. Біз сізге көмектесеміз. 앞으로 한국과 카자흐스탄의 관계가 좀 더 좋아지고 더욱더 활발한 교류가 있었으면 좋겠습니다. 196 мемлекетке халықаралық ақша аударымдарын жасап жатқан бұл компанияда қазіргі таңда 100-ден астам білікті мамандар жұмыс атқарып келеді. Енді алдағы бір айда 1 қазаннан 31 қазанға дейін Кореяда отандастарымыз Қазақстанға ақша аударатын болса, олардан ешқандай қызметтік төлемақы алынбайды. Бұл да болса, Корея елінде жүрген заңсыз мигранттарымыз үшін біздің жасаған кішігірім бір көмегіміз болсын. Қазақстан, хайтинг!